Түркия ғана емес, сонымен қатар Сирия еліне де көмек қажет. Дамаск жеріндегі жер сілкінісінен кейін кім және қалай қолдау көрсетті деген сұраққа жауап іздейтін боламыз. Осы уақыт ішінде әлемдік қоғамдастықтың назары Түркияға аударылғаны баршаға мәлім. Ал көршілес Сирияға табиғи апаттан келтірілген зиян да өте маңызды. Елдің ең көп зардап шеккен 4 провинциясында 270-ге жуық ғимарат толығымен қирады. Ресми мәліметтерге сәйкес зардап шеккендердің саны күннен күнге ұлғайып келеді. Жан-жақтан келген медициналық жабдықтар қазіргі таңда Алеппо, Латакия және Тартусқа бағытталуда. Бүкіл әлемді толғандырған сұрақ: көмек Сирияның зардап шеккен аймақтарына жетеді ме деген. CNN жазғандай, бұл көмек өте маңызды, өйткені қазір Сирияға баратын барлық қаражат Дамаск арқылы өтеді. Жіберілген көмек қарулы топтардың қолына түспесе, оларды міндетті түрде зардап шеккен аймақтарға жібереміз деп сендірді. Бірақ Сирияның солтүстік батыс аймақтарға қазіргі көтерілісшілер басқарады. Біріккен ұлттар ұйымы Сириядағы 10 жылдық гуманитарлық дағдарысты шешу үшін пайдаланылған көмек қорлары қазіргі уақытта жер сілкінісі салдарынан таусылып жатқанын атап өтті. Қазақстан 6 ақпанда жер сілкінісінен зардап шеккен Сирияға 50 тонна гуманитарлық көмек жіберді. Республикалық бюджеттен 160 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Жүк Ислам ынтымақтастық ұйымының желісі бойынша 4 рейспен Алеппо қаласына жіберілді. Оның ішінде консервалар, жылы заттар, қысқы шатырлар, керуеттер мен төсек орын жабдықтары. 8 ақпанда Дамаск ресми түрде Европалық одақтан көмек сұрады. Біраз уақыттан кейін Европалық комиссияның президенті Урсула фон дер Лейен мұндай трагедия орын алған кезде ешкім бейтарап қалмауы керек деп мәлімдеді. Сол күні комиссия Сирияға 3,5 миллион евро көлемінде шұғыл көмек көрсетті. 10 ақпанда ақш қаржы министрлігі Сирияға қарсы санкцияларды жарты жылға жеңілдететіндігі және елге гуманитарлық көмек көрсететіндігін мәлімдеді. Америка құрама штаттары Түркия мен Сириядағы жер сілкінісінің зардаптарын шеккендерге 85 миллион долларлық шұғыл көмек көрсетті. Соның ішінде азық-түлік пен баспана, зардап шеккен отбасыларға суықты жеңуге көмектесетін қажет нәрселердің бәрін және өмірді сақтауға көмектесетін дәрі-дәрмектер жіберді. Біздің жүрегіміз Түркия мен Сирия халықтарымен бірге, деп жазды Джо Байден өз твиттерінде. 9 ақпанда Қытай Сирия өкілі Мао Нин Бейжіңге Сирияға 4,4 миллион доллар көлемінде жедел гуманитарлық көмек көрсететінін айтты. Сонымен қатар Қытайдың Қызыл Крест қоғамы Сирияның қызыл жарты айына 200 доллар қолма-қол ақша беру туралы шешім қабылдаған. Ресей төтенше жағдайлар министрлігі 150 адам және 300 ресейлік әскерін Алеппо, Хама, Латакия және басқа да қалалардың жер сілкіністерінің салдарын жоюға көмектесуге жіберді. Сонымен қатар әскерилер донорлық қанның 200-ден астам дозасын тапсырып, 6,5 тонна азық-түлік таратты. 8 ақпанда Үндістан Сирияға 6 тоннадан астам гуманитарлық көмек көрсетілетін ұшақ жіберді. Оның ішінде 3 жалпы және қорғаныс машиналары, дәрі-дәрмектер, шприцтер және медициналық жабдықтар, және де ЭКГ аппараттары, мониторлар мен басқа да қажеттіліктер жіберілген. Біріккен Араб Әмірлігінің президенті Мухаммед бен Заид Аль Нахаян Сирияға 50 миллион долларлық көмек пакетін жеткізуді, сондай-ақ іздеу-құтқару топтарын жіберуді тапсырды. Дамаск әуежайына 2 ұшақ келіп, оның ішінде 12 тонна қажетті заттар мен 216 босқынды орналастыруға арналған шатырлар бар. Катар жер сілкінісі болған күні 6 ақпанда қайырымдылық ұйымы Сирия мен Түркияда зардап шеккендерге 270 мың дайын тағам таратты. Сондай-ақ Катар даму қоры екі елге 108 тонна көмек көрсететін 3 ұшақ жіберді. Ал Катар Сирия елдеріне 10 мың жылжымайтын үй бөлген екен. 7 ақпанда Иордания әуе күштерінің ұшағы Түркия мен Сирияға бет алды. Оның бортында 5 дәрігер мен 99 құтқарушы, сондай-ақ техникалық жабдықтар, дәрі-дәрмектер, құрамалы баспаналар болды. Иранның қауіпсіздік күштері Дамаскке 70 тонна гуманитарлық көмек, оның ішінде дәрі-дәрмек бар 2 ұшақ жіберді. Ирактың Қызыл жарты ай қоғамы Сирияға да көмектесті. Ол сириялықтарға 60 тонна қажетті заттарды, уақытша баспаналарды, азық-түліктерді жіберді.
7 ақпанда Талибан әкімшілігі Сирияға жалпы адамзатқа және исламдық бауырластыққа негізделген $55,000 астам көмек беретінін айтты. Бұл ретте Ауғанстанның өзі ауыр экономикалық және гуманитарлық дағдарысты бастан кешіруде және Біріккен ұлттар ұйымының гуманитарлық көмек көрсету жөніндегі ең ірі бағдарламаларының бірі болып табылады. 6 ақпанда Алжир Сирияға 85 адамнан тұратын құтқару тобын, сондай-ақ 115 тонна гуманитарлық көмек жіберді. Тунис Сирияға 19 адамнан тұратын іздеу құтқару тобын, сондай-ақ азық-түлік, дәрі-дәрмек, балалар тағамы, көрпелер мен жайлықтарды қоса алғанда 4 тонна гуманитарлық көмек жіберді. Ливан армиясы Сирияға 15 инженер жіберді. Ливанның Қызыл Крест командалары менен азаматтық қозғалыс қызметкерлері де құтқару жұмыстарына көмектесті. Біріккен ұлттар ұйымы Сирияда жер сілкінісінен кейін 5,3 миллионға жуық адам баспанасыз қалуы мүмкін деп есептейді. Сирияда 900 мыңға жуық адам шұғыл түрде көмекке мұқтаж. Осындай қиын қыстау кезде көршілес жатқан мұсылман халықтары бір-біріне көмек көрсетуде.